Мәселе бар жерде ақша бар. 56 миллион евро инвестиция тартқан. Бұл бизнес нарықта жалпы коворкинг деген атпен танымал. Коворкинг дегеніміз, бірақ қазір коворкингтер көп, бірақ дәл Talent Garden компаниясы сияқты қызмет көрсететін жалғыз. Егер сіздің идеяңыз инвесторларға ұнаса, сол кісілердің инвестиция тарттырып, Цукерберг сияқты миллиардер атануға мүмкіндік бар. Сәлем достар, бүгін инновация кезек каналына кезекте инновациялық идеялар. Достар, сіздерде болма бір супер идея келсе, кімге барарларыңызды білмейсіздер. Инвестор қайдан табамын? Офис жалдау өте қымбат, не істесем болады деген сұрақтар болған шығар. Бірақ бір данышпан айтпақшы, мәселе бар жерде ақша бар. Дәл осы мәселені шешетін Talent Garden деген компания шықты нарықта. 56 миллион евро инвестиция тартқан. Дәл осы бұл бизнес нарықта жалпы коворкинг деген атпен танымал. Коворкинг дегеніміз әртүрлі бизнестегі адамдардың бір жұмыс орнын бірігіп жалдау, яғни маркетолог ба, SMM ба, блогер ба, программист ба, әртүрлі бизнес адамдардың бір офиста отырады. Сонда 10 есе арзан түседі. Бірақ қазір коворкингтер көп, бірақ дәл Talent Garden компаниясы сияқты қызмет көрсететін жалғыз. Мінеки көрсек болады, қандай қызмет көрсететін. Так, біріншісі әрине жұмыс орны, артықшылығы жабық өзіңізге ғана арналған жұмыс үстелі, былайша айтқанда жеке офисіңіз болады. Офистің дизайны креативіңізді дамытатындай қылып жасалынған. Екінші әрине бизнесіңізді дамытуға арналған курстар, тренингтер өткізіледі деген. Бұл қазір таңда трендте болып жатқан тақырып, былайша айтқанда. Бірақ көптеген адамдардың өзінің бизнесін дамытуға арналған тренингтер таңдай алмай жүр. Мінеки осы мәселені де бұл компания шешіп отыр. Үшінші достар, бұл жерде ең үлкен мүмкіншіліктердің бірі инвесторлармен танысу мүмкіншілігі болады. Егер сіздің идеяңыз инвесторларға ұнаса, сол кісілердің инвестиция тарттырып, Цукерберг сияқты миллиардер атануға мүмкіндік бар. Қазақ айтпақшы, бай болу үшін таныс керек деген мәселені шешіп отыр. Так, енді бағаларын көрейік. Так, мінеки көрсеңіздер болады, бір күндігі бар екен, мінеки 25 евро. 25 евро қанша? Бір 8-9 теңгеде. Мінеки одан кейін айына 150 евро бар екен. 250-ден бастап. Әрине әр пакеттің өзінің артықшылығы бар, қымбаттың артық қымбат енді достар. Нерді 250 евро қанша? 250 евро әжептәуір ақша ғой. 100 мың теңге қалады. Бірақ достар, былайша да бір нәрсе бар. Бұл Еуропада бұл 250 евро деген ақша емес. Қазақтар үшін ол қымбат, көп көрінеді. Бірақ Еуропада ол тиын. Қазақстанда өзінің оларға тиімді осы баға. Даже ояқта $2000 да болуы мүмкін, короче, офис жалдау. Сондықтан да ол 250 евро олар үшін өте арзан болғандықтан, бұл өте тиімді нәрсе болғандықтан барлықтар өшіріп жазады. Білім алады, жұмыс істейтін орны болады, креатив, орта, барлық жағынан бұл өте тиімді нәрсе, коворкинг деген. Сондықтан бұл трендте қазір 2019 бүкіл Қазақстан Аяз Шабутинде осындай лайк центр деген нәрсесін ашып қойды, осындай коворкинг. Вот достар, тренд осы, әлем осыған қарай кетіп жатыр жалпы. Так, мінеки өзіңіз, так енді өзіміз мынаны танып көрейік, кампусты өзіміз басып көрейік. Мінеки өзіміз мекеннен аласайық, баны 250 таңдадық, 2 рет бастық. Мінеки баны қайттан мақылынан дайындайық. Мінеки достар, 3 кнопка бастық, сонымен біздің офисімізді ала салдық. Мінеки неді бланкын толтырамыз, сонымен біздің офисіміз болады. Алдыңғыдай офис жалдау үшін договор толтырып, бүйтіп жүрмей, алдын ала 8 айын төлеп тастау, 6 айын төлеп тастау керек деген нәрсе жоқ енді, былайша айтқанда. Мінеки достар, үлкен мәселелер шешіп отыр. Ал енді достар, Қазақстанда дәл осында қалай бастап кетуге болады деген сұраққа жауап берейік. Бірінші, бір үлкен жұмысы жүрмей жатқан офисті жалдап аламыз, ішіндегі дизайн, креативті қылып жасаймыз, қанша адам сиятынын есептеп, сосын әр адамға қанша ақшадан түсетінін есептейміз. Бірақ достар, әр адам басынан айына 30 мың теңге шамасында болу керек. Қазақстанда одан артығын
қалтасы көтеретіндер аз, бірақ бұл жерге ақша керек болады достар. Сондықтан да инвестор тауып, инвестормен жұмыс істегендеріңіз дұрыс болады. Сонда сіз тез миллиардер Цукербергтің қатарына қосыласыздар достар. Сәттілік достар. Сонымен достар, бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Себебі келесі шығарылымда жіберіп алмас үшін. Келесі кездескенше достар. Сау, сәлемет болыңыздар.